Дурай Пеппамын. Бұл менің кішкентайым Джордж. Бұл шұшқа мама, ал бұл шұшқа папа. Дурай Пеппа. Жаңбырлы күн ойыны. Далада жаңбыр. Пеппа мен Джордж үйде отыруға мәжбүр. Мен жаңбырлы күндерді жақсы көрмеймін. Ал мен жақсы көрем, себебі олар секіретін батпақтарды әкеледі. Қазір барып батпақтарға секірсек болады ма? Пеппа, жаңбыр аяқталмағанға дейін күтуіміз керек. Ол қашан бітеді? Ауа райы болжамын тыңдап көрейік. Бұл ауа райы болжамы. Жаңбыр күні бойы жауады. Мен білем, біз жаңбырлы күн ойынын ойнай аламыз. Жаңбырлы күн ойыны деген не? Қазір көрсетем. Егер мен мына резеңке үйректі алып, сен көре алатын жерге тығып қойсам, сен таба алам деп ойлайсың ба? Папа, егер біз оны көре алсақ, сен оны тықпадың деген сөз. Қара, мен үйректі мына жерге қоям. Енді, оның қайда екенін айтшы. Әне, Дәл таптың. бұл өте оңай ғой, папа. Ол әрдайым сондай оңай болмайды, Пеппа. Кім бірінші көргісі келеді? Бұл оңай ойын болғандықтан, Джордж бірінші көрсін. Жақсы, осында күтіңдер. Шошқа папа резеңке үйректі Джорджтың табу үшін бір жерге қоюда. Үйрек жатын бөлменің бір жерінде жатыр. Джордж резеңке үйректі іздеп жүр. Бірақ оны табу оңай емес. Джордж, сен оны таба аласың, тек көздеріңмен қара. Джордж резеңке үйректі табу үшін көздерін қолдануда. Зуырақ болды. Суықтау. Қайтадан жылы. Джордж резеңке үйректі тапты. Алақай. Мен оны бірден көрдім. Бұл ойын тым оңай. Жарайды, енді Пеппаның кезегі. Бұл жолы мен тығайын. Шошқа мама резеңке үйректі Пеппаның табу үшін бір жерге қоюда. Мен оны бірден көрем. Дайын. Резеңке үйрек ас үйдің бір жерінде тұр. Мен сені табуға келдім, резеңке үйрек. Мен сенің қайда екеніңді білем. Сен шұңғылшаның ішіндесің. Резеңке үйрек шұңғылшада жоқ. Мен білем, сен үстелдің астында тұрып тұрсың. Резеңке үйрек үстелдің астында жоқ. Маған білдірмей айтшы. Өтінем. Ол сары түсті бірдеңкенің қасында тұр. Ас үйде тұрған сары түсті бірдеңке. Банандар, міне екенсің. Пеппа резеңке үйректі тапты. Ол жемістер табанында болған екен. Алақай. Жарайсың. Мен жаңбырлы күн ойынын тағы да ойнағым келеді. Жарайды, бұл жолы резеңке үйректі екеуің тездесеңдер болады. Шошқа папа резеңке үйректі Пеппа мен Джордж табу үшін бір жерге қоюда. Дайын, мен отыратын бөлмедемін. Ол диванның үстінде ме? Жоқ. Ол теледидардың үстінде ме? Жоқ. Ол ешқайда жоқ. Білдіртпей айтайын ба? Ол өте үлкен және өте дана бірдеңкенің үстінде тұр. Және өте сымбатты. Папа, ол сенің басыңның үстінде. Бұл ең күшті тұрылатын жер. Ол жаңбыр аяқталды. Далаға барып ойнамаймыз ба? Бірақ мен жаңбырлы күн ойынын тағы да ойнағым келеді. Менің ойымша, сен далада ойнайтын жаңбырлы күн ойынын одан да көп ұнатасың. Ол қандай ойын екен? Маған білдіртпей айтшы. Бізге батпақ табу керек. Мен оны таптым. Ойын сол ма? Бұл ойын тек табу туралы емес, Пеппа. Сен батпақпен не істейсің? Жоғары төмен секіремін. Батпақта жоғары төмен секіремін. Мен жаңбырлы күн ойындарын жақсы көремін. Әсіресе батпақта жоғары төмен секіретін нұсқасын жақсы көремін.